Сәлеметсіздер ма, құрметті менің оқырмандарым. Мен Салтанат Нұрекеқызы. Мен сіздерге бүгінгі видеомда екінші сыныпқа жаратылыс тану пәні бойынша құрастырылған БЖБ-мен таныстырамын. Бұл БЖБ-ны мен өзім құрастырдым. Бұрын бізге берілген жаратылыс тану пәні бойынша жиынтық бағалауда бізде мен зерттеушімін бөлімі бойынша бірінші жиынтық бағалау беріледі. Ол жерде бізге екі ғана тапсырма береді. Қазіргі біздің оқулығымыздың өзгерген және биылғы әдістемелік нұсқау хаттың талабы бойынша 10 балл болу керек деген талабы бойынша бұл БЖБ бізге жарамайды. Сондықтан мен өзім жаңадан жаратылыс тану пәні бойынша жаңадан осындай БЖБ құрастырдым. Енді мен осы жерде көрсеткім келіп тұр. Мен былай алдым. Мен зерттеушімін деген бөлімді және жанды табиғаттың өсімдіктер бөлімін алдым. Жанды табиғат деген үлкен тарау. Алдымен өсімдіктер туралы өтеміз, сосын кейін жануарлар туралы, сосын кейін адам туралы өтеміз, иә. Соның ішінде мен осы бірінші БЖБ-да тек өсімдіктерді аламын деп айттым. Және бізде оқу мақсаты міне мынандай, 3 оқу мақсаты. 3 оқу мақсаты бойынша менде 4 тапсырма болды. Мына екі бала жердегі жатқан өсімдікке немесе жәндікке сондай бір сиыр салып байқағыштықпен қарап жатыр. Сондықтан енді бұл жерде бала таба алады деп ойлаймын. Мына байқағыштық деген қасиет. Бұл фотоаппаратты ұстап қанша уақыт отыру керек? Қандай бір жерде төзімділік, шыдамдылық керек? Бәлкім бұл жерде құмырсқаның суретін түсіріп жатқан шығар, иә? Мүмкін 10 минут, 20 минут емес, жарты сағаттап отыру керек болатын шығар, иә, суретке түсіру үшін. Міне осындай зерттеушінің бойындағы тұлғалық қасиеттерді ашатындай жақсы суреттер таңдап қойдым. Бұл жерде біздің балалар табу керек, ең кемінде 3 қасиетті табу керек. Егер 3 қасиетті дұрыс тапса, біз онда балаларға 1 балл береміз. Зерттеуші ғалымның бойында болу керек қасиеттерді анықтайды дегенде 3-тен кем емес 1 балл береміз. Келесі тапсырма ақпарат көздеріне не жатады? Біздің оқулығымызда ол суретпен берілген, кластер түрінде суретке берілген. Сол суреттен балалар ақпарат көздеріне не интернет, не кітап, не басқа адамдар, не тәжірибе, не бақылау. Осылардың кем дегенде екеуін жазу керек. Бақылау дегеніміз не деген сұраққа бала мына жерде кәдімгі бақылау дегеніміз не? Бақылау дегеніміз табиғат құбылыстарын зерттеу әдістерінің бірі деп жауап беру керек. Бізде бақылау деген бар, иә. Бақылау дегенде жеке бір тақырып қылып өтеміз. Ол табиғатты зерттеу әдістерінің бірі екенін және бақылаудың жоспарының кәдімгі кезеңдері бар. Бірінші мақсат қою, екінші нысананы анықтау, үшінші өзінің нақты бір белгілері бар, төртінші мерзімді белгілеу, бесінші нәтижелер тіркеу, алтыншы қорытынды деген осындай өзінің бақылаудың жоспары бар. Мына жерге қалып қалған кезеңдерін жазу керек. Бұл жерде қалып отыр. Нысанды анықтау, кезеңдерді анықтау, қорытынды шығару деген 3 кезең қалып қалған. Соны бала жазу керек. 4-ші тапсырма өсімдіктің негізгі бөліктерінің қызметін сипаттап жазу керек. Ол оқу мақсатының мынау 2-2-1-3 өсімдіктердің негізгі бөліктерінің қызметтерін сипаттау деген оқу мақсаты бойынша оқушы мына өсімдіктің негізгі бөліктерін сипаттап жазу керек. Бұл жерде мен енді жемісі, тұқымы деген бөліктерін алған жоқпын. Ең негізгі 3 бөлігін алдым. Мен алдым тамыр, сабақ, жапырақ дегеннің не екенін оқушы осы жерге жазып беру керек. Дескриптор бойынша оқушы жапырақтың қызметін сипаттап жазады 1, сабақтың қызметін сипаттап жазады 2, тамырдың қызметін сипаттап жазады 3 балл. Сонда 4-ші тапсырма бойынша өсімдіктің әр бөлігін қызметін сипаттап жазса 1 балл беріледі. Бұл жерде жапырақтың көмегімен өсімдік қоректенеді, тыныс алады және күн жарығын сіңіреді деген дұрыс жауап болу керек. Ал сабақ бойынша өсімдіктің сабағы тірек қызметін атқарады. Ол су мен қоректік пайдалы заттарды өсімдіктің басқа мүшелеріне жеткізіп тұрады. Енді құрметті менің оқырмандарым, мен осы видеоға өткендегідей тағы да номерімді тастап кетемін. Телефон номерімді. Егер сіздерге осы мен өзім жазған осы БЖБ керек болса, қажет болса, жекеме шығып телефонмен хабарласыңыздар. Мен сіздерге бөлісуге дайынмын, әрине ақылы түрде, бұл менің еңбегім. Сондықтан, құрметті оқырмандар, құрметті ұстаздар, БЖБ-ны пайдалансаңыздар болады. Қазір бұндай БЖБ басқа жерде жасалмаған, басқа жерде көрсетілмеген. Сондықтан бірталай әріптестеріміз БЖБ құруда қиындық тудырып жатыр екен. Сіздердің осы сұраныстарыңызға орай мен осы БЖБ-ны ұсынып отырмын. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойсаңыздар, болашақта мен тағы да 2-ші сынып бойынша жазған БЖБ-ларыммен
бөлісіп отырамын, видео түсіріп тұратын боламын. Қош сау болыңыздар.